Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қаттама дайындаймыз. Күтіліп тұр. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге ұн, су, тұз және де өсімдік май қажет тамаққа қосатын. Суымызға тұзымызды қосып, жақсылап ерітіп араластырып аламыз. 2 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Сосын суымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды жақсылап июі қанғанша илеу қажет. Сол кезде бізді жайған кезде қамырымыз бір тегіс әдем болып жайылатын болады. Бетін жауып қойып, 1-2 минуттан кейін тағы да осылай бір қайтарып жіберсеңіздер, қамырларыңыз жып-жылтыр әрі жаюға ыңғайлы болады. Енді арасына жағатын майды дайындайтын боламыз. Менде 82%, кез келген 82%-дан жоғары сары майды қолдана берсеңіздер болады. Енді жақсылап отта ерітіп аламыз. Жаңағы дайын қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, қамырымызды ұнның көмегімен жайып алатын боламыз. Бірінші қамырымызды жайып болдық, енді екінші қамырымызды да дәл солай жайып алатын боламыз. Екі қамырымызды да жайып алдық. Енді жаңағы ерітілген сары майымызды алып, жақсылап жағып шығатын боламыз. Бір келкетіп, барлық жеріне тегізіп. Келесі екінші қамырымызды осы қамырымыздың бетіне әкеп орналастырамыз. Тағы да сары майымызды жағып шығамыз. Сары майымызды жағып болғаннан кейін 1-2 минут күтіңіздер, сәл сары май кішкене қатсын. Енді осылай оқтаудың көмегімен барлығын жинап аламыз. Дәл қақ ортасынан пышақпен бөлетін боламыз. Тура видеода көрсетілгендей жасаңыздар. Енді осы бөлінген қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Әр бөлікті тапаңызға, тісіңізге сиятындай көлемде етіп, тура видеода көрсетілгенде рулетик етіп орап аламыз. Мен 2 бөлікке бөлдім, ортасынан бөліп. Барлығын рулетик етіп орап дайындап аламыз. Қатпары дәл осылай шығуы тиіс, қатпарын кетіріп алмау қажет. Енді дәл осы қатпарын кетірмеген күйде ұнымызды сеуіп, жақсылап жеке-жеке жұқалап жайып шығатын боламыз. Ұнымызды сеуіп, қолымыздың көмегімен жай ғана басып аламыз, видеода көрсетілгендей. Барлық қамырымызды дәл видеодағыдай жайып алатын боламыз. Енді табамызды отқа қойып, жаңағы арасына жаққан қалған сары майымды жағып жіберем. Мен біреулер өсімдік майымен жасайды, бірақ сары маймен жұмсақ әрі дәмдірек болып шығады. Сары майымызды аз ғана видеода көрсетілгенде жағып, сәл қызғаннан кейін қаттамамызды салып пісіріп алатын боламыз. Арасында жылжытып қарап тұруды ұмытпаңыз, себебі бір жеріне от тиіп, бір жеріне тимеуі мүмкін. Енді қарап тұрып, келесі беті піскен уақытта екінші бетін, осы пісетін бетін сары майымызбен тағы да майлап аламыз. Келесі бетіне аударып пісіреміз. Орташа отта, қатты болып кетпесін оттарыңыз. Осы кезде қақпағын жауып пісіреміз. Сол кезде өте жұмсақ болып шығады. Қараңыздар қыздар, өте керемет біздің хаттамаларымыз дайын болды. Енді бетіне сары май жағып ұсынсаңыздар болады.
Хаттамамыздың барлығын дәл осылай пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан Диана. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.